Стамбулда Султан Ахмет алаңын көрсетуге бара жатырмын. Сіздердің сериалдан білетін Көсем Сұлтан, Сафия Сұлтан және көптеген шахзадалардың жатқан жері осы жер. Достар, тәуекел, бүгін сенбі күннің карантин. Сіздерге бұйырса Сұлтан Ахмет алаңын көрсететін боламын. Сұлтан Ахмет алаңында нелер көруге болады, жалпы бір күнде нелер қыдыруға болады Стамбулда, бірге қыдырайық, бүгін көрсетемін. Мына жердің барлығында осы жерде бір жерде тұру жерде. Ар жағында Сұлтан Ахмет мешіті, көк мешіт деп аталады. Мына жерде қазір көреміз Ая София мешіті, мінекей. Одан кейін ана жерде Еребатан Сарныжы деген цистерна бар ана жақта. Ана жақтың бәрі отельдер, неше түрлі үйлер бар. Трамвайлар өтіп жатыр. Стамбулдағы тарихи базилика цистернасы Сұлтан Ахмет ауданында орналасқан. Ая София мешітінің дәл жанында. Ежелгі дәуірде қаланың суға деген қажеттілігін қанағаттандыру үшін салынған цистерна бүгінде су болса да тарихи жәдігерлердің қатарында. Сұлтан Ахмет алаңына Ая Софияға кіру үшін мына жерден тексерістен өткізеді. Ер адамдар, әйелдер адамдар бөлек-бөлек. Мына жерден тексерістен өтеміз қазір. Сұлтан Ахмет алаңында осындай автобустар тұрады. Big Bus деген. Қаланы бүкіл тур осылай аралауға болады автобусқа мініп. Осы жерден билет аласыз. Мінекей билеттің бағасы 400 лира. Екінші қабатынан мініп бүкіл қаланы тамашалауға болады. Дәл осы алаң ресми түрде Сұлтан Ахмет алаңы деп аталады. Ең көп туристік мекендердің бірі. Тарихи орындарға өте бай. Мына жағында Топкапы сарай, Ая София, көк мешіт, тарихи базилика, одан бөлек ипподром, тарихи археологиялық музей өте көп орындар бар бұдан бөлек. Бүгін Стамбулда бір турист болып жүрмін. Өте керемет сезім. Себебі бұл жерде күнде жүремін негізінен. Бұлай арнайы келу керек екен, осылай арнайы келіп қыдырған бір бөлек, бұлай күнде жұмыспен жүрген бір бөлек. Осы алаңдағы ең ірі туристік орындардың бірі Сұлтан Ахмет мешіті. 401 жыл бұрын салынған. Изниктің керамик плиткаларымен безендірілген европалықтар мұны көк мешіт деп атап кеткен.
кезінде Византия дәуірінде үлкен ипподром болған, 100 000 көрерменді сыйдыра алған екен. Бұл жерде өтетін жарыстар жай ғана спорттық шаралар емес, императорлар мен қарапайым халықтың басын қосатын үлкен оқиғалар орын алған. Бұл жерде көретін тарихи ескерткіштер өте көп. Анау ирек жылан бағана, Мысырдан әкелінген мәрмәр тұғыр, ар жағындағы тағы бір тұғыр бар. Кезінде 10 ғасырда император Константин салдырған. Қабырғалы обелиск деп аталады. Достар, оң жағында Сұлтан Ахмет мешітінен кейін, мына жерде артында көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде үлкен түрбе бар. Бұл жерде Сұлтан Ахмет түрбесі және одан басқа көптеген шахзадалармен Түркия тарихында сіздердің сериалдан білетін Көсем Сұлтан, Сафия Сұлтан және көптеген шахзадалардың жатқан жері осы жер. Достар, түрк сериалдарының фанаттары көріп отырған болсаңыздар, мына жерде Сұлтан Сүлейменнен кейінгі Көсем Сұлтан деген сериал бар болатын болады, көрген боларсыздар. Мінекей сондағы Махбекер Көсем Сұлтанның мына жер жатқан жері. Мінекей. Айя София Стамбулдағы ең маңызды нысандардың бірі. Византия империясы кезінде 500 жылдары құрылысы басталған шіркеу мұнарасымен танымал. Стамбул болғалы мешіт 86 жыл бойы мұражай қызметін атқарып келді. Ал енді қайтадан мешіт ретінде жамағатқа былтыр ашылды. Жалпы Айя София және басқа да тарихи нысандар туралы бір сөйлеммен жеткізу мүмкін емес. Бір күнде немесе қысқа уақытта Стамбулдың қай жерінен бастап аралауға болады десеңіз, дәл осы Сұлтан Ахмет алаңын бастаңыз дер едім. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك Достар, неге Айя София осылай сыртынан шықтым, кешкі сағат 7 болып қалған екен. Соңына шейін көріп, менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Каналыма абоне болып, жазылып, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.